Астанадағы бәйтерегіміздің символы. Осындай бәйтеректей асқақтап, қазақтың атын алашқа паш етіп жүре беруіңізге шын жүректен тілектеспіз. Біздің ойынымыздың шарты бойынша ойыншымыз бір сөз айтады, көрермендеріміз сол сөзге байланысты тұрақты сөз тіркесін құрайды. Ал Ереке? Көңіл сөз тіркесін айтады. Ал Еркебұлан мырзаның көңіл деген сөзіне көрерменіміз былай деп жауап береді. Мен Мырзахметова Балерке, Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің мехмат факультетінің математика мамандығының бірінші курс студентімін. Көңіл деген сөзге көңілі қаймықты деген сөз тіркесін құруға болады. Ол деген мұңайды деген мағынаны білдіреді. Бәрекелді. Бар ма тағы да көрермендеріміз? Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің механика математика факультетінің бірінші курс студенті болам. Көңілі орнына түсті, яғни жайланды деген сөз тіркесі. Бәрекелді. Тағы көрермендеріміз бар ма? Ал Нұреке? Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетінің 4-ші курс студенті Нұрсұлтан Әмірбек. Көңіл турасында көңілі шайлықты, көңілі жай тапты, көңілі түзу, ақ көңіл, көңілі дақ түсті деген секілді біраз тұрақ тіркестер келтіруге болады. Қазақта көп. Бәрекелді, қошеметтеріңіз. Ал Еркебұлан мырза, өзіңіздің көңіл деген сөзіңізді айтып, соған тұрақты сөз тіркесін құраған қайсы көрермен көңіліңізден шықты? Нұрсұлтан есімді жігітіміз қазір үшінші көңіл деген сөзге сөз тіркестерін құраған, сол жігіттің сөздері маған ұнады. Бәрекелді. Ол Нұрекең бәрімізге де ұнады. Біздің Арыс баспасының атынан Нығмет Нұрмақовтың керемет кітабын сізге ұсынамыз. Бізге тастап кететін көне сөзіңіз? Менің осы сөзім ерген бағдарламасына сөзім сабағат деген сөз, ол сөз ақыл кеңес деген мағынаны білдіреді. Бәрекелді, қол соғып қошеметтеп қолдап отырайық көрермендер. Еркебұлан мырза, ойынның шартынан бөлек Қазақстанымыздың 20 жылдық тәуелсіздігімен құттықтайтын мүмкіншілігіңіз бар. Енді әрине қазір біздің тәуелсіздік келе жатыр, соны тәуелсіздікті, Қазақстанның тәуелсіздігін шын жүректен құттықтаймын. Енді бәріміз, еліміз тыныш, заманымыз тек қана жақсылықта болсын, ел басымыз аман болсын. Сізде жеңіске жете беріңіз.